Сәлеметсіздер ме, балалар? Музыка пәнінен 22-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Европа халықтарының музыкалық дәстүрі. Сабағымыздың мақсаты әлем халықтары музыкалық дәстүрлерінің ерекшеліктерін анықтау, музыкалық шығарманың көңіл күйі мен көркем бейнесін жеткізу. Балалар, Ұлы жібек жолы арқылы Европа еліне виртуалды саяхат жасаймыз. Өздеріңе ұсынылып отырған картада қандай мемлекеттер Европа еліне жататынын анықтаймыз. Германия, Испания, Италия, Австрия мемлекеті. Үздік оқушылар, сыйлық ретінде жібек жолы саяхат бағдарламасы бойынша көктемгі демалыс кезінде Европа елдерін шарлап сапарға шықты. Олар Австрияның астанасы Вена қаласына, Италияның астанасы Рим қаласына, Испанияның астанасы Мадрид қаласын аралады. Германияның Берлин қаласының орталық концерт залында Европа халықтарының ұлттық музыкасы атты конкурс басталған еді. Сахнаға шығып, үстеріне ұлттық киімдерін киген, қолдарына музыкалық аспаптарын ұстаған әр халық ән шырқап, би билеп өнерлерін көрсетті. Біздің саяхатшы оқушыларға өте ұнағаны 4 халықтың өнері. Олар неміс, Австрия, Италия, Испан халқының өнері еді. Немістің Австрия, Италия, Испания халқының ұлттық киімін киген, ұлттық музыкалық аспаптарымен өнер көрсеткен өнерпаздардың өнері біздің оқушылардың көңілінен шықты. Европа еліне жататын халықтардың музыкалық дәстүрін, өмір салтын, ұлттық аспаптармен биін тамашалап, біздің оқушылар өнерлеріне тәнті болды. Эстонның халық әні «У каждого свой музыкальный инструмент». Бұл әнде оқушылар орыс тілінде орындап тұр. Бұл шығарманың көңіл күйі қандай? Шығарманың көркем бейнесін оқушылар қалай жеткізіп тұр? Балалар, қане осы әнді қосылып орындап көрейік. Балалар, ән 3-4 өлшемінде орындалған. Бұл өлшемге вальспен билеуге болады екен. Суретте көрсетілгендей 3 бұрышқа ұқсатып, оң қолыңмен келесі қимылдарды жасап көреміз. Жоғарыдан төменге,
оң жақтан сол жаққа, төменнен жоғарыға әнді орындағанда өлшеммен теріс яғни 1-ге, 2-ге, 3-ге, 1-ге, 2-ге, 3-ге. Балалар, бүгінгі сабақта не білдік? Бүгін біз не үйрендік? Европа халқына жататын Австрия, неміс, Италия, испан халқының музыкалық дәстүрлері туралы ақпарат жинаймыз. Сау болыңдар, балалар.